Қайырлы күн, құрметті оқушылар, әріптестер, басқа да көрермендер. Глобус каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз жаңа сабақтың тақырыбын бастаймыз. Өте қызықты тақырып, ауқымды тақырып. Бұл сабақта біраз сабақ тақырыбын тоқталатын болса, дүниежүзілік шаруашылықтың даму көрсеткіштері бойынша біз талай ресурстармен жұмыс жасаймыз. Соның ішіндегі жаңа графиктер, диаграммалар бойынша соны қарастырамыз. Енді бұл сабақ тақырыбы Назарбаев зияткерлік мектептерінде 9 сыныптың географиясына арналады. Бүгінгі сабақ мақсаттарын тоқталатын болса, бірінші дүниежүзілік шаруашылықтың даму көрсеткіштерін сипаттаймыз, екінші дүниежүзілік шаруашылықтың модельдері мен аумақтық құрылымын талдаймыз. Енді жалпы қарастыратын болса, біздегі қойылатын сұрақ ол дүниежүзілік шаруашылықтың даму көрсеткіштері қалай анықтайды. Яғни біз шаруашылықты біз қандай да бір даму көрсеткіштерімен анықтау. Енді дүниежүзілік шаруашылықтың анықтау үшін ол біраз қиындау болып есептеледі. Негізінде оны анықтау үшін бір мемлекеттің мысалында қарастыру керек. Енді соны тоқталатын болса, мысалы бізде берілетін бойынша дүниежүзілік шаруашылықтың даму көрсеткіштері бойынша бірінші макроэкономикалық көрсеткіштерді қарастырамыз. Макроэкономикалық көрсеткіштері бізде жалпы ішкі өнім, жалпы ұлттық өнім, инфляция, инвестиция деген сөздер, ұғымдар бізге таныс. Екінші халықаралық сауда көрсеткіштері, ол саудадағы экспорт пен импорт, бұл ұғымдарды бізге таныс. Бұнда қарастыратын болса, жалпы сауда балансында ол жерде және импорт пен экспорттың айырмасы болып табылады. Келесі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер, соның ішінде адамның даму индексі мен кедейшілік деңгейі, бұл тақырыппен біз танысқанбыз. Адам капитал тақырыбында 9 бойынша қарастырамыз. Келесі тұрақты даму бойынша көрсеткіштер, экологиялық индикаторлар. Тұрақты дамуды бізде өткен бұл тақырыпты еске түсіретін болсақ, ары қарай қаржылық көрсеткіштер, соның ішінде валюталық резерв, сыртқы қарыз, несие рейтингісі болып табылады екен. Яғни осындай 5 көрсеткіш бойынша біз дүниежүзілік шаруашылықтың даму көрсеткіштерін қарастырамыз. Енді соны қарастыру үшін бізде бірінші берілген макроэкономика көрсеткіші. Макроэкономика деген не? Бір ауқымды ұғым ба, ол не? Соны тоқталатын болса, бізде бірінші қарастырайық. Бірінші микроэкономика деген ұғым бар. Ол дегеніміз ол өнеркәсіп болып есептеледі. Біз кәсіпорын өндірісінің экономика үдерісінің жиынтығы болып табылады. Яғни масштабы бойынша өте кіші болып есептеледі. Екінші деңгейде ол макроэкономика болып есептеледі. Макроэкономика деген ол жеке мемлекеттің экономикалық жүйесі. Яғни көрсеткіші бір мемлекет болып табылады. Келесі үшінші деңгейде ол бізде интерэкономика дейді. Ол жерде әлемдік экономика үдерісі мен жүйесі қалыптасады. Сонда макроэкономика дегеніміз ол кәдімгі бір мемлекеттің шаруашылығы емес, ұлттық шаруашылығына біз не істейміз? Баға береміз, даму көрсеткіштерін талдаймыз. Енді түсінікті шығар, енді жалпы макроэкономика көрсеткіштердің ішінде не кіреді дегенде бірінші қарастырайық. Ол бірінші жалпы ішкі өнім. Бұл ұғым бізге таныстыра кетемін. Жалпы ішкі өнімнің өсу қарқынын талдаймыз. Одан жалпы ұлттық өнім, одан инфляция деңгейі, одан жұмыссыздық деңгейі мен инвестицияның көлемі болып табылады. Тартылған шетелдік. Енді осыған байланысты бірінші қарастыратын болса, ресурспен жұмыс істейді. Бірінші сұрақтар беріледі. Сол сұрақтарға мұқият қарап отырамыз, одан бір сол сұрақтарға жауап береміз. Берілген диаграмма қолдана отырып, төмендегі сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші сұрақ бізде диаграмма көрсеткіштерін сипаттау керек. Сипаттаған кезінде диаграммадағы және өзгерістер, сандық өзгерістер қалай болды, қай жылдары өсім болды, қай жылы артты, кеміді деген сақылды сөз тіркестерін қолдана отырып біз сипаттаймыз. Екінші сұрақ 2015-2016 және де 2020 жылдарда жалпы ішкі өнімнің көрсеткіштерінің төмендеу себептерін анықтайды. Неге төмен болған сол жылдары? Соны талдаймыз. Одан үшінші сұрақ 2018 бен 2024 жылғы аралығындағы жалпы ішкі өнім көрсеткіштерін алдыңғы жылмен салыстыра отырып өсімін есептеп көр. Яғни алдыңғы жылмен есептеген кезде, мысалы 2018 есептейтін болсақ, біздегі 2017-те қандай болды жалпы ішкі өнім? Содан неше пайыз өсті, соны анықтау керекпіз. Бұл жерде математикалық дағдыларын пайдаланасыңдар, есептеу. Енді бастайық. Бізде Қазақстан жалпы ішкі өнім бойынша, бізде көрсеткіштер бойынша тоқталайық. 2010-нан бастап көрсетілген, бұндағы өлшем бірлік миллиард доллар есептеледі екен. 2010-да 148 миллиард болған екен, 2011-де 192, осылайша көрсеткіштер жүріп отырады. Ең жоғарғысы бізде 2013 жылы 236 миллиард болып екен. Ары қарай қарап отыратын болса, 2015 мен 2016 бұл көрсеткіштер төмендейді. Кейін 2017 қайтадан көтеріледі. 2018-де көрсеткіштері одан ары қарай барып не істейді? Бұл көрсеткіш бір төменді, бір
кем болып отыр. Осылайша сен әрқайсысын жылдар бойынша және көрсеткіштер сипаттап, қай жылы кеміді, қай жылы артты, соны қарастырамыз. Енді бізде екінші сұрақ болды. 2015-2016-та неге жалпы ішкі өнім көрсеткіштері төмендеп кетті? Оның басты бір себебі 2014 жылы бізде ұлттық валюта теңге 2014-2015 жылға дейін бізде ол не істеп тұрды? Бекітілген бағам болып тұрды. Ода 2014 жылдың соңында 2014 жылдың соңында оны еркін бағамға жіберді. Сол кезінде жәнегі теңгенің және айтатын болса құнсыздануы әкеп соқтырды. Содан кейін бізде жалпы ішкі өнімнің жәнегі көрсеткіші төмендейді. Енді 2016-та неге ол төмендеді дегенде 2015 жылы Қазақстан Евразиялық экономикалық немеге одаққа кіреді. Оның да әсері бар. Содан кейін барып несейді, бұл жерде көрсеткіштер тағы да төмендейді. 2020 түсіңіз шығар. 2020 жылы мысалы айтатын болса 2019 жылмен салыстырған кезде төмен болу себеп, 10 миллиардқа төмен болу себеп, ол жәнегі карантинға байланысты, пандемияның болуына байланысты. Енді келесі үшінші тапсырма бойынша не істейсіңдер? Бұл жерде сендерге 2018 жылдан бастап 2024 жылға дейін жасылмен боялған жерлердегі жалпы ішкі өнімнің өсу қарқынын есептейсіңдер. Қанша пайызға өскен әр жыл сайын. Яғни алдыңғы жылмен салып, осы жылмен арасында неше пайызға өскенін анықтап есептеп шығарамыз. Келесі кеттік, жалпы ішкі өнім өсу бойынша жәнегі есептеулерін бойынша тексерейік. Бірінші бізде 2018 жылы 4,10% өскен екен. 2010 жылмен салыстырған кезінде 2019 жылғы өсу пайызы ол 4,5% болған екен. 2018 жылмен салыстырғанда осылайша 2020-да түсіп кетеді екен. 2019-мен салыстырған кезінде 2,5%-ға төмендеген. Бұл жәнегі пандемияға байланысты. Ары қарай қайтадан көтеріледі 4,3%-ға. 2022 жылы бұл төмендейді екен. 3,2%-ға. Төмендеу себебі бұл жерде айтатын болсақ, соғыстың басталуы Ресейдегі. 2023 жылға 5,10%-ға көтеріледі. Одан кейін 2024 жылы біз айтатын болсақ, басқа жылдармен салыстырған кезінде айтатын болсақ, ең жоғары көрсеткіш 6,2%-ға көтеріледі екен. Келесі кеттік. Енді жалпы ішкі өнімнің анықтамасы тоқталатын болса, бұл белгілі бір кезеңде деген әдетте бір жылда алынады. Сол бір жылдың ішіндегі елдің ішіне өндірген барлық тауарлар мен қызметтердің жалпы нарықтық құны болып есептеледі. Енді айырмашылықтар бұл жерде жалпы ішкі өнім деген бар, жалпы ұлттық өнім деген бар. Жалпы ішкі өнім деген ол ел ішінде өндірген тауарлар мен қызметтерін көрсеткен барлығын, соның ішіндегі шетелдік компаниялар қызметін ескереді. Ал жалпы ұлттық өнімде бұл жерде тек қана ел азаматтарының және өндірген табыс мөлшері болып есептеледі. Азаматтар табысы ғана есепке алынады, ол шетелде жүрсе де есепке алынады. Соны біз жалпы ұлттық өнім болып есептеледі. Ары қарай кеттік. Келесі ресурспен жұмыс. Бұл жерде диаграммада келесі диаграмма беріледі. Соны қолдана отырып сұрақтарға жауап беру керек. Бірінші берілген диаграмма көрсеткіштерін сипаттаймыз. Екінші, доллар бағамы жалпы ішкі өнім көрсеткіштерін салыстыра отырып, қай жылы Қазақстан үшін ең жақсы жыл болды. Соны анықтау. Жылдағы екіншісі соңғы сұрақ, ол бізде соңғы жылдары халықтың өмір сүру деңгейі артты ма, әлде төмендеді ма деген сұрақ туындайды. Соған жауап берейік. Енді қарайық. Мына жерде Қазақстанның жан басына шаққан кезде жалпы ішкі өнім беріледі. Бұл жердегі көрсеткіштер беріледі. Ол жаңағы алдыңғы сайтта. Бұның бір диаграмманың бір қызығы, бұл жерде жаңағы әр жылдағы жалпы ішкі өнім көрсеткіші және сонымен қатар айырбас доллардың орташа айырбас бағамы көрсетілген. Көріп отырайық. Мысалы қарап отырған болса, бізде жылдан жылға сайын доллардың бағамы артып отырған, теңге құнсызданып отырған. Енді осыған байланысты қарастыратын болсақ, біздегі екінші сұрақ бойынша қарастыратын болсақ, қазақстандықтар үшін ең қолайлы немесе ең жақсы жыл бізде мына жерде қарап отыратын болса 2013 жылды айтуға болады. Өйткені бұндағы және жалпы ішкі өнімнің ең жоғары көрсеткіші болған. Сонымен қатар доллардың бағамы 152 теңгені құраған. 2023-ті қарайтын болса, бұл жердегі бұл жылмен салыстыратын болса, доллардың бағамы жәнегі басап көрсеткішіне қарағанда 3 есе қымбаттаған. 456 немені құрайды, 456 теңгені құрайды. Алайда жалпы ішкі өнім көрсеткіші 2014 жылмен сәйкес келеді.
Енді оның келесі тағы нақты түсіндіру үшін келесі кестеге көз жүгіртейік. Мына жерде орташа еңбек ақымен салыстырайық, сол күні бір түсінікті болатын шығар. Мына жерде 2010-нан бастап 2023 жыл аралығында берген. 2010-да бізде қарайтын болсақ орташа еңбек ақы мөлшері, мына барлығы Садков газетінен алынған, 66 мың теңгені құрайтын болсақ, ол доллар көлемінде 449 доллар құраған екен. Енді келесі бір қызықты жағдай, енді қарайтын болсақ, 2012 жылы қарайтын болсақ, 2012 жылы бізде орташа еңбек ақы 101 мың теңгені құраған екен. Ол доллар көлемінде 679 доллар құраған екен. Енді 680 доллар деп айтсақ, жуықтап айтқан кезде 680 доллар құраған екен. Енді 2023 жылмен салыстыратын болсақ, жалпы бізде орташа еңбек ақы 3 есе өскен екен. Ол 312 мың теңгені құрайды. Доллар көлемде оған бағаны айналдыратын болсақ, доллар көрсеткішінде 683,7 доллар құрайды. Былайша қараған кезінде 2012 жыл мен 2020 жылында доллардың есебінде еңбек ақыда айырмашылық жоқ. Теңгемен қараған кезде теңгеде және айтатын болсақ 3 есе артқан. Яғни бұл халықтың өмір сүру деңгейіне әсер ете ма, етпей ма деген сұрақ туындайды. Соған біраз жәнегі үшін сұрақ бойынша сұраққа жауап беріп көрейік. Келесі кеттік ары қарай. Келесі бұл жерде инфляция ұғымына тоқталайық. Белгілі бір уақыт аралығында экономика мен тауарлар мен қызметтердің бағасының жалпы деңгейіне өсу болып табылады. Соған байланысты қазір ресурс берді, ресурс жұмыс жасаймыз. Бұл жерде графикті қолдана отырып келесі сұрақтар жауап беру керек. Графиктің көрсеткіштерін сипаттау керек. Одан 2015, 2020, 2022 жылдары инфляция көрсеткіштерінің жоғары болу себептері анықтады. Не себептен жоғары болған? Одан инфляция қандай факторлар әсерді, соны атау керек. Енді графикқа көз жүгіртейік. Бірінші бізде қарайтын болсақ, жалпы инфляцияның, жылдық инфляцияның 2010 жылы 7-8% құраған, яғни 7-8%-ға қымбаттаған тауарлар мен қызметтердің құны. 2011-де бұл 7-4% құрайды екен, 2012-де бұл 6%-ды құрайды, 2013-де 5-8%, яғни барған сайын инфляция деңгейі төмендеп бара жатыр. Бірақ 2014-те 7-4%, 2015-те 13-те 6%-ға қымбаттайды инфляция деңгейі. Бұл жәнегі бірінші фактор ол ұлттық валютаның еркін бағамға кетуі, бекітілген бағамнан. Одан кейін Қазақстанның және Евразиялық экономикалық одаққа енуіне байланысты. Келесі кеттік. Осыдан кейін бар, 2016-та бұл көрсеткіш төмендейді 8-6%-ға, 2017-те 7-10%-ға төмендейді, 2018-де 5-3%-ға төмендейді, 2019-да 5-4%-ға, 2020-да қайтадан 7-5%-ға көтеріледі. Яғни бұл жерде жәнегі пандемияға байланысты қымбатшылық басталады. Енді 2021-де бұл 8-4% болды, 2022-ге қарайтын болса бұл күрт 20%-ға, 20-да 3%-ға көтеріледі. Оның бас себебі жәнегі көрші елдегі Ресейдегі соғыстың басталуына байланысты. Оның әсері, яғни біздегі ұлттық теңгенің рубльға, Ресейдің рубльына жәнегі айтатын болсақ, тәуелді немесе байланысып тұрғаннан кейін. Екінші 23 жыл бұл көрсеткіш 9-8%-ға төмендейді. 24 жылғы былтырғы жыл бойынша 8-6% құраған инфляция. Яғни бұл инфляцияның деңгейі де халықтың өмір сүру деңгейіне тікелей әсер етеді. Жақсы, келесі кеттік. Инфляцияға әсер етуші факторға тоқталатын болса, бірінші өндіріс шығындарының өсуі, екінші сұраныстың артуы, одан қаржы несие саясаты, валюта бағамының ауытқуы, мұнай астық және әлемдік бағаларының өсуі немесе төмендеуі болып табылады. Келесі сұрақ, мемлекет үшін инвестицияның маңыздылығын түсіндірді. Қандай, не үшін маңызды? Бірінші қарасатын болса, ол жаңа жұмыс орындарын құрады, технология прогресті ынталандырады, одан өнімділікті арттырады, инфрақұрылымды дамытады, экономиканы тұрақтандырады. Көбінесе жәнегі айтатын болса, инфляция ортан кезінде жәнегі мемлекеттегі тоқырау немесе дағдарыс болып жататын болса, экономикада көбінесе осы инвестиция несиді осыны жәнегі жоюына,
болдыртпауына біраз көмек береді. Келесі кеттік, енді қарастыратын болсақ, Қазақстанға тартылған шетелдік инвестицияның көлемін тоқталатын болса, бізде қарайтын болса 20 миллиард доллардан берілген. Бұл жерде 2010 жылы 28 миллиард болатын болса, жәнегі 2013-те бұл 39 миллиардқа дейін жетеді. 2014-те 41 миллиард, 2015-те түсіп кетеді бірден 30 миллиардқа. Өйткені жәнегі теңгенің ұлттық валютаның жәнегі еркін бағамға кетуіне, 2016-да төмендеп кету себебі жәнегі Қазақстанның Евразиялық экономикалық одаққа енуіне байланысты. Ары қарай қайдан көтеріледі. 2020-да айтатын болса, бізде карантин былай әсер етпеген сақылды инвестицияға. 2020 жылы бізде 36 миллиардқа дейін көтерілген екен, 2019-мен салыстырған кезінде. 2021 одан кейін 22-де былай қарайтын болса, бұл да әсер етпеген. 41 онға түсіндірім неге әсер етпеген. Келесі қадан 23 жылға 43 миллиард құрайды екен, 24 жылға 45 миллиард доллар құрайды екен. Былайша қарайтын болса, жаңағы бізге соңғы жылдар болған оқиғалар, жаңағы карантин, екінші көрші елдегі соғыс, былайша айтқанда инвестиция мөлшеріне, көлеміне әсер етпеген екен. Енді келесі қарай, жалпы біздегі жалпы инвестицияның салынатын немесе саласы, ол бізде тау-кен өнеркәсібі өте көп салынады екен. Соның үшін 55-3% құрайды екен. Енді топ 5 инвесторға тоқталатын болса, соның ішінде Қазақстанға салатын 2019 жылғы статистика бойынша бірінші орында ол Нидерланд мемлекеті тұр екен, екінші орында ақш, одан Швейцария, Қытай, Ресей. Ресей соңында тұр. Қазір соңына тоқталамыз. Бірінші орында бізде негізгі әрдайым лидер болып табылатын, ол 90 тәуелсіздігінен бастап, 90 жылдардан бастап бізге жаңағы инвестиция құюдан Нидерланд мемлекеті көш бастап тұрған. Алайда 2024 жылға тоқталайық, инвесторлар бойынша топ бірінші орында тұрған ол Ресей болып табылады. 4 миллиард құйған. Бұл көрсеткіш 2023 салыстырған кезден 1 миллиардқа жоғары есептеледі. 2023 жылы 3 миллиард құйған. Енді екінші орында қарайтын болса, Нидерланды 3,8 миллиард төмендеп кеткен. Оңтүстік Корея пайда болыпты, бізде 1,2 миллиард, Бельгия 1,2 миллиард, одан Қытай 1,1 миллиард құрайды екен. Сұрақ, неліктен Ресей мемлекеті бірінші орынға шықты? Енді 2019 жылы қарап отырған кезде топ 5-ші орында болып тұрды, соңында 1,4 миллиард қана құйған. Оның бас себебі 2022 жылдан бастап Ресей мемлекетіндегі соғыс, Ресейге салынған санкциялар. Енді Ресей не істейді? Өзінің инвестициялық нембесін жүргізу үшін Орталық Азияға, соның ішінде Қазақстанға, басқа да орналасқан мемлекеттердің өз инвестициясын құя бастайды, пайда табу мақсатында. Келесі кеткен халықаралық сауда көрсеткіштеріне тоқталайық. Бұл жерде миллиард доллардан берілген экспорт пен импорт қарайық. Бұл жерде көрсеткіштер бойынша бізде берілген екен. Бұл халықаралық сауда көрсеткішінен Қазақстан бойынша берілген. Мына жерде қарайтын болсақ, бір жақсысы, егер де біз импорттан заттардың сатып алған мөлшері экспорттан қарағанда төмен болатын болса, ол өте жақсы есептеледі сауда көрсеткішінде. Мысалы айтатын болсақ, біз мысалы бір сыртқа тауарды қаншам жасап 200 мың долларға сатып, импорттан біз 300 мың долларға сатып алсақ, заттарды, ол бізге теріс сауда балансын береді. Өйткені минус 100 мыңға біз қарызға кіріп кетеміз. Егер де импорттан экспортқа біз көп сатсақ, 400 мыңға деп, ал импорттан біз тек қана 100 мыңға алсатын болса, аржағында 300 мың доллар бізде қалады деген секілді. Мында көз жүгіртейік. Мында көрсеткіштеріне қарап отырайық. Жалпылама айтқан кезде, былайша айтқан кезде негізінде график жақсы келе жатыр. Экспорттың деңгейі импорттан қарағанда жоғары болып есептеліп тұр. Алайда 24 жыл бұл көрсеткіш өзгеріп кетеді. Бізде қарап отырғанымыз экспорт мөлшері импорттан қарағанда төмен болып кетеді. Оның бас себеп оны бұл жерде айтатын болса, бұл сауда балансына тікелей әсер етеді, теріс көрсеткішіне. Ары қарай келесі шаруашылыққа келіп тоқтайық. Шаруашылық айтатын болса, адам өзін жасау үшін жасалатын кәсіптің түрі. Негізгі ұлттық шаруашылық қалыптастырады. Жалпы шаруашылық қалыптасу ата кәсіптің қалыптасуына байланысты. Екінші ол мамандануға алып келіп соқтырады.
ол арғы қарай ұлттық шаруашылық дамытады. Соған байланысты экономика қатынастар орнатады. Өйткені экономика қатынасы халықаралық сауда жүреді, ол тауар мен қызмет көрсету саласы. Соған байланысты әлемде дүниежүзілік шаруашылық дамиды. Ол өз кезегінен жаһандану қарқындылығын ынталандырады. Енді осыған байланысты мында қарайтын болсақ, картасында берілген, бұл картасындағы және айтатын болса елдердің бөлінуі, екіге бөлім принципі. Бұл жерде оңтүстік, солтүстік, яғни солтүстікте бай елдер, оңтүстікте кедей елдер. Тек Австралия бұған есепке кірмейді. Екінші шаруашылық моделіне тоқталатын болсақ, бұл құрылым бойынша бұл жерде 3 полюстік модель берген. 3 полюстік модель қаталдаймыз. Ол бізде орталық, жартылай, периферия және периферия деп аталады. Орталық деген бұл дамыған елдер есептеледі. Жартылай периферия қарқынды дамушы. Мысалдар келтірген. Қай елдер онда периферия, бұл жерде артта қалған мемлекеттер аталады. Ол Латын Америка, Азия және Африка елдері есептеледі. Онда көбінесе шаруашылығы, ауыл шаруашылық саласының басым болып келуі. Енді ары қарай қарастырайық. Келесі модель ол бізде көп полюс есептеледі. Ол жерде бір орталық болып, бірнеше орталықтар болады. Ол жәнегі ақш, Қытай, Европа, Жапония, Үндістан болып есептеледі. Бұл көп полюс модель болып табылады. Енді шаруашылық орталықтарында әлем экономикасына жалпы ішкі өнім үлесі бойынша, мұнда сатып алу қабілеті бойынша, халықаралық валюталық қордың мәліметі бойынша бұл жерде қарайтын болсақ, Қытай 18-де 5% құрайды. Екінші ақш 15-де 5%, айтатын Қытайдың үлесі артып бара жатыр барған сайын. Одан кейін бізде кетеді, Үндістан кетеді, одан кейін Евроодақ, одан кейін Жапония. Оның көрсеткіш бойынша қарайтын болсақ, Қытай мен ақш салыстыратын болсақ, жалпы ішкі өнімнің үлесі бойынша халықаралық валюталық қордың мәліметі бойынша, мысалы 80 жылдардан бастап 2024 жылға дейінгі берілген ақпарат. Қарап отыратын болсақ, бұның жалпы Қытайдың үлесі 2014 жылдан бастап және 2015-те екі графиктің сызығы тоғысады. Одан кейін барып не істейді? 2016-тан бастап Қытайдың көрсеткіші жоғарылай бастайды. Ал Американың, ақштың немесе көрсеткіштері төмендей бастайды екен. Келесі кеткенде дүниежүзілік шаруашылық моделін тоқталатын болса, ол бізде негізгі бірінші нарықтық, екінші әлеуметтік нарықтық, ұжымдық басқару дейді, төртіншісі аралас болып есептеледі. Нарықта жеке меншікке әрі еркін бәсеке табылады. Мемлекет өз аз араласу, дамыған нарық пен жаһандық интеграция табылады. Бұл ақш, Германия табылады. Әлеуметтік нарықтық болып есептелетін социальный рыночный дейді. Онда нарық және әлеуметтік үйлесімі дейді. Әлеуметтік көмек, жоғары салықтар, аз қамтылған топтарға қолдау дейді. Бұл батыс Европа елдері табылады. Ұжымдық басқаруда бұл мемлекеттік меншік ортақ жоспар болып есептеледі. Қатаң реттеу, шектелу нарық, бұл КСРО кезіндегі, одан кейін қазіргі Корея Халық Демократия Республикасы мен Куба жатады. Аралас әртүрлі жүйелердің элементтермен комбинациясы болып табылады, нарықтық механизмдер бақылау болып табылады. Оған Қытай мен Үндістан келеді. Енді бүгінгі сабақты аяқтау үшін тест беріледі. Оқулықтың 140 бетіне берілген, соны орындап шығамыз. Енді бүгінгі сабақты түсінікті болған каналға жазылайық, канал бойынша ақпарат басқаруын таратайық. Назарларыңызға рахмет.